Қайзығаққа қарсы маска жасаймыз. Ол үшін бір қиярды алып, қабығын аршып аламыз және үккіштерін жақсылап өткізіп аламыз. Бір жұмыртқаны жарып қосамыз және бір ас қасық тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Міне осылай жақсылап араластырып алып, қайзығақ болған шашымызға бір келкі етіп түбінен бастап ысқылап, жақсылап жағып шығамыз және 25-30 минуттан соң жуамыз. Міне осылай басымызда қайзақтарымызды бір істегеннің өзінде жақсы нәтиже береді. Аптасынан бір рет қайзығақтар түгелімен жоқ болғанша жасаймыз. 1 ай, шамамен 2 ай деген сияқты. Шашымызға күтім жасаймыз. Ол үшін 2 кесе қайнаған сода алып, біріне сода саламыз, бір ас қасық толтырып, жақсылап араластырамыз. Екінші қайнаған суымызға лимонды сығып саламыз. Міне лимонды сығып саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бұл бізде бальзам ретінде лимонды қолданамыз. Енді бірінші кеседегі сода суымен кір шашты, ешқандай шампунь қолданбай, кір шашқа массажды қозғалыстармен осылай әдемілеп жағып шығамыз. Барлық жерді толығымен ұшынан басына дейін жақсылап жағып, салфан кигізіп 10-15 минут басымызда ұстаймыз. Басымызды жуып тастап, лимон қосылған суымен басымызға жағып шығамыз. Жақсылап жағамыз, 10-15 минуттан соң жуып тастаймыз. Осылай аптасына 2 рет 2 апта жасасаңыз, шашыңыздың реңі кіріп, жылтырап, қайзығақтардан арылатын боласыз. Жасап көріңіз.